Жастығымда ұрлаған букмекер. Мектепті алтын белгіге бітіріп, еліміздегі үздік университеттің біріне оқуға түстім. Студенттік өмір, қайнаған қызу тіршілік. Сол кездері енді ғана ашылып келе жатқан букмекерлік кеңселер біздің жатақхананың маңайында көп болатын. Бала кезден футбол ойнап, қызықтап көріп жүрген соң, бір группаластың қойғанына еріп, бәленің бәрі басталды. Басқа адамдарды білмеймін, менде мынадай ой болды. Мектептен үздік болып, ортамның алды болып, лидер болғандықтан шығар, қайдағы бір букмекерге ұтылып қалғанды жеңіліс санап, қайта бара бердім. Кейде ұтып, көбіне ұтылып жүрдім. Оқығаным бар, статистика қарай бастадым. Содан футболдан басқа да спорттарды жіті бақылап, оларға да бәс тіктім. Батпан құйрық қарызым ақырын көбейе берді. Бірақ араласатын ортам жақсы студенттер болған соң, көп жағдайда менің не себепті олардан қарыз алатынымды біле бермейтін. Мен арланып, жасырып жүрдім барынша. Үйден де киімге деп сұраған ақшаларым көп жағдайда осы букмекерді киіндірді. Қысқасы, 2-ші курстан тігіп бастаған құмарлығым 4-ші курсқа дейін мені жалпы сомасы ұмытпасам 150 мың, 200 мың теңге қарызға батырды. 2011 жылдар ауыл баласы үшін бұл өте қомақты ақша болатын. Группаласпен таныс балаларға қарыз болып, оқуды аяқтап, өз қалама келіп, жұмыс істей бастадым. Тәрбие көрген, ұяты бар, адамгершілігі бар адам үшін қарызды қайтару деген бірінші орында тұрады екен. Бар ойым, қарызымды қайтсем де қайтарып, ақша үшін араласпай кеткен жолдастарыммен арамды қайта түзеу. Осылай жүріп, үйге айтпастан Каспийден 500 мың теңге кредит алдым. Бар ойым, қарыз ақшаның сомасын ұтып алып, жолдастарыма қайтарып, абыройымды қайтару. Сосын алған кредитімді үйге айтпай жауып тастау. Жұмыстан қайтып, үйге дейін сол Олимпте бәс тігіп жүрдім. Жаңағы соманың бәрін ұтылдым. Депрессия, уайым. Кредит төлейтін айда төлем болмаған соң звоноктар келе бастады. Үйге қат келді. Отбасым білді, айғай-шу. Не себепті бұлай болғаныма жақындарым таң. Себебі мен ол кісілердің көзінде тек жақсы жағынан ғана таныс адаммын. Олардың қиналғаны менің де жаныма батып барады. Мен баяғыша жеңілісті қабылдай алмай, қайтсем де сол ақшаның, кредитті төлеуге кететін ақшаның барлығын табамын деп, тағы да сол қораға қайта бардым. Өзімді арамтамақ сезініп, үйге пайдам тимей жатыр деп, іштей өзімді жей бердім. Бірақ осыны біле тұрсам да, ақмақ басым, түбінде жеңем деп, бәс тігуімді тоқтатпадым. Уақыт өте берді. Әлгі кредиттен басқа қарыздарым тағысын тағы ұлғая берді. Бұрын группаластар болса, енді әріптестерге қарыз бола бастадым. Жасым болса 25-те, басымда қарыз. Бұрынғы жұмысымнан өз еркіммен кетіп, үйдегілерге мен әлі де болса жетістікке жетемін деп, Астанаға жұмысқа кеттім. Үлкен қалада үлкендеу жалақы. Аз уақыт ставка қоймай жүріп, бүкіл қаражаттан тапшылық көргенде қайтадан бәс тіктім. Әлгі зайымдарды бірін жауып, бірін алып, сапырып жүрмін. Үлкен банктердің барлығында қара тізімдемін. Кейде ұтам, көбіне қайтадан ұтылып. Менің өмірім өтіп жатты. Ешқандай кредитім төленіп жүрген жоқ. Қарыздарым күн санап артып келеді. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам дегендей, бәрібір бір күні артым ашылды. Әріптестерім аң-таң. Менің бір басымда осынша қарыз, осынша проблема бар деп ешкім ойламайтын. Тағы да өз еркіммен арыз жазып, жұмыстан кеттім. Абыройдан жұрдай. Жолдастарынан айырылған, туыстармен араласуға бет жоқ. Пәтерақы төленбегеніне 2 ай болған. Мен букмекер кеңсесінде қонып жүрдім. Баратын жерім жоқ. Күнделікті ұтқан ақшаға тамақ алып, сәл көбірек ұтсам, 1-2 күнге хостелге барып, жуынып келіп қайтадан букмекерге қонамын. Әбден құлдыраудың шегіне түстім десем де болады. Ішімнен ойлайтыным, жеткен жерім осы ма? Баяғыда менен көп үміт күткен жан едім, ал менің отырысы мынау. Тамаққа қайыр сұрап, бой жаза алмай, букмекер диванында отырып ұйықтап, мүлдем қиын жағдайға түстім. Азып тозып, осылай қаңғып жүріп өліп қалмай тұрғанда, не болса да үйіме барайын. Анама хабарласып, кешірім сұрадым. Туған қалама қайта келдім. Өзіме жігітше сөз бердім. Енді ешқашан ставка тікпеймін. Жасым 27-де, басымда 3 миллион қарыз.
Официально жұмысқа тұрдым. Бір айдан соң банктен, коллектордан хат келеді. Кейбір жұмыс берушілер бұны түсіне бермейді. Сол үшін арымды әрірек ысырып қойып, стройкаға жұмысқа кеттім. Біреулер үшін аз сома шығар, бірақ қарапайым отбасы үшін менікі сияқты 3 миллион теңге ауыртпалығын салатын сома. Төлеп берер ауқатты туысқанда жоқ. Шындығын айтсам, өз ет жақындарымнан басқа ешбір туыстан қайыр күтіп керек емес. Әркімнің өз проблемасы бар. 10 жыл уақытымда, бар жастығымды алған ставканың арқасында 27 жасыма келгенше не отбасын құрмадым, не өмірде өз орнымды таба алмадым. Қара жұмыс жасап, маңдай термен еңбек етіп, ақырын қарыздарымнан құтылып келем. Қазір жасым 29-да. Миллионнан аз сума қалды. Ойым да таза, көңілім де тоқ. Бұрынғыдай стресс, уайым жоқ. Ставка дегенді мүлде қойдым. Уақыт өтеді. Қолым ұзарып, жағдайым оңалғанда, бұрын менің қарыздарымды кешкен азаматтардан кешірім сұрап, қайтарам деген ойым бар. Қателік жасағанымда қазір басқаша игі амалдармен өтеуін төлемек ниеттемін. Енді маған не көмектесті десем, біріншіден өзімнің жоғарыда айтқандай өте қиын жағдайдың шегіне жетуім болар. Екінші, әрине, отбасымның моральдық поддержкасы. Онсыз ешкім аяқтан тұрмайды. Осыны тыңдап отқан жандар болса айтарым, әлгі балаңыз болсын, күйеуіңіз болсын, ұрыспаңыз. Қарызы аздау болса, барынша түгелдей жауып тастауға амал жасаңыздар. Ол адамды кінәлі санатудың керегі жоқ. Ондай кезде ол одан әрі тоқтамай қайта жалғастырады. Сен кінәлісің, сенің кесіріңнен осылай қиналып жүріп, қарыз төлейміз деген сияқты ойлармен мүмкіндігінше мазаламау керек шығар. Бәлкім менің бұл айтып отырғаным қате шығар, бірақ менің басымда осындай ой болды. Өмір ақ пен қарадан тұрады, қателеспейтін адам жоқ. Тек уақытыңда сол қателігіңді түсініп, өміріңді реттеуге қадам жасасаң, жаратқанның өзі жар болатыны хақ. Өкінбе, өкпелеме өткеніңе, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып, қақың бар жүгіруге.